балам 6 жасқа толған ғой, соны ойланып отырмын. Орыс мектепке берейін ба, қазақ мектепке берейін ба деп. Мәке, сен қызықсың. Әрине орыс мектебіне бер. Бүкіл элита қауымы, чиновниктер, министрлар барлығы орысша сөйлейді ғой. Қазір орысша білмесең, көтеріле алмайсың. Ол мүмкін емес. Мен де жақсы білесің ғой. Орысша білмегенім үшін көтерілген жоқ. Қазір қазақша сөйлеу, ол ұят. Сен не деп кеттің? Біз қай елде тұрып жатырмыз өзі? Қазақ тіліне менсінбей қарасақ, кейінгі баламыздан, ұрпағымыздан не күтеміз? Ахмет Байтұрсынов айтады. Тілі жоғалған ұлт өзі жоғалады дейді. Өз тілін құрметтеген бала ғана еліне, жеріне адал қызмет етеді. Патриот тұлға болады. Шет тілін білсін. Бірақ қазақ тілі бірінші орында болу керек.